Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып Елорда жастары. Құдай қаласа август айында басталады деп күтілуде, бәлкім сентябрь болып кетуі де мүмкін. Яғни бүгінгі тақырыпта сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Кімдер қатыса алады, қандай категория жатады, зарплата қандай суммадан асып кетпеу керек, қай нарықтан үй ала аласыз, жасыңыз нешеде болу керек деген сияқты тақырыптарға толыққанды тоқталатын боламыз. Дәл осы тақырып сізді қызықтыратын болса, ана видеоны соңына дейін көріңіздер, подписаться кнопкасын ұмытып кетпеңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Әсіресе 35 жасқа дейінгі, 35 жасқа толған жас мамандарға осы видеоны таратыңыздар. Сонымен тақырыпты бастаймыз. Елорда жастары. Жаңа басында айтып өткендей, Құдай қаласа август айында басталып қалуы әбден мүмкін. Август айында басталмаса, мүмкін сентябрьге созып тастау мүмкін. Сонымен талаптары, достар, 10% алғашқы жарна, үй құнының 10% алғашқы жарнасы, банктың қосатыны 5%, максималды қарыз 13 миллион теңгеге дейін. Бұл максималды қарыз сомасы. Яғни сіз банктен 13 миллионға алып, үйді 14, 17, тіпті 20 миллионға тапсаңыз да болады. Ар жағындағы жетпей тұрған сумманы өз қалтаңыздан төлеуге тура келеді. Банктың беретін қарызы 13 миллион теңге ғана. Несие мерзімі максималды 25 жылға дейін рәсімдеуге болады. Кейбір азаматтар осыны түсінбей жатады, 25 жыл десе, масқара, мен 25 жыл бойы ипотека төлеймін ба деген сияқты. Сіздің доходыңызға байланысты 10 жылға, 15 жылға, 20 жылға займ рәсімдесеңіз де болады. Жасыңыз 35 жасқа дейін, яғни заемщиктің жасы. Ерлі зайыптылар болса, мысалы әйелі қатысып жатыр, әйелдің жасы 35-ке толса қатыса алады. Күйеуінің жасы 37-ден асып кетсе де ешқандай кедергі жоқ. Яғни кім қарыз рәсімдейді, сол кісінің жасы 35 жаста болу керек. Яғни 36-ға толмаған. Түсіндіңіздер да? Ары қаратай соңғы 5 жыл Қазақстан Республикасы бойынша отбасы мүшелерінің атында үй болмау керек. Мысалы, ерлі зайыптылар болса, сол кісілердің атында үй болмауы керек. Яғни балаларыңыздың атында үй болмауы керек деген сияқты. Қазір мынандай сұрақ туындауы мүмкін, балаларда қандай үй деген сияқты. Кейбір балаларға аталары, әжелері жаңағы үйді дарственный жасайды, подарка жасайды деген сияқты. Сол немерелерінің атына жаңағы рәсімдеп, сондай моменттер болмауы керек. Ары қаратай, достар, бұл 5 жылдық нені форма 6 деген справка бар, соны тапсырасыздар. Қазақстан Республикасы бойынша атында үй жоқ деген. Сол кезде сонымен анықтайтын болады. Дәл менің YouTube каналымда плейлист бөліміне өтсеңіздер, егов сайтынан алатын справкалар бар, анықтамалар. Соның ішінде форма 6 деген бар. Форма 6 алғанда қандай қателік жібермеу керек, міндетті түрде сол видеоны қараңыздар. Сонымен Нұрсұлтан қаласында 1 жыл тіркеуі болу керек заемщиктің. Тұрақты, үзіліссіз 1 жыл прописка. Ал басқа отбасы мүшелерінің жай ғана регистрациясы немесе временный прописка деп атады, жай ғана пропискасы болса болды. Яғни 1 жыл прописка постоянный үзіліссіз заемщикте, яғни қарыз рәсімдеп жатқан азаматта болуы керек. Ары қаратай, отбасы табысы жан басына бөлген кезде 3,9 күнкөріс деңгейінен аспау керек. 2021 жылы 1 күнкөріс деңгейі 32.400 теңге құрайды примерно. Яғни ол теңгеге шығатын болсақ 133.778 теңгені құрайды. Отбасының табысы. Мысалы, ол қалай? Отбасында әйел күйеу бар дейік, 2 баласы, 4 жан басында, міне 4 адамда, күйеу 200 мың табыс табады, әйел 150 мың табыс табады дейік, мысалы, ортақ табысын қосқанда 350 мың болады. Осы 350 мыңды 4 адамға бөлгенде, міне отбасында 4 адамға, күйеу, әйел, 2 баласы. Әрқайсысына 87.500 теңгеден айналды. Осы бөлген ақша мына суммадан асып кетпеуі керек. Жетпей қалса, тіпті жақсы. Аспауы керек, самый главный. Көрдіңіздер да? Енді ресми жаңағы жұмыс істейтін, кем дегенде 1 жыл жұмыс істейтін азаматтар қатысады. Қандай сала бойынша? Медицина қызметкерлері. Яғни ол государственное учреждение болу керек, государственная больница, қандай да бір 100% государственный участиесі болу керек, сонда медицина қызметкерлері, яғни ол жерде медбикелер, дәрігерлер, врачтар деген сияқты. Тек персонал, административный жаңа отделдар жатпайды. Яғни сіз сол жерде техничка болып жұмыс жасасаңыз, сантехник болсаңыз, күзетші болсаңыз, сіз ала алмайсыз. Административныйларда солар жатпайды. Тек қана медицина қызметкерлері, дәрігерлер, врачтар, медбраттар, медбикелер деген сияқты. Ары қаратай, мұғалімдер және тәрбиешілер. Мұғалімдерде жаңа мектеп 100% мемлекеттік болу керек.
түсіндіңіздер да? Онан кейін мәдениет қызметкерлері. Мәдениет қызметкерлерінде де 100% жаңағы мемлекет мекемесі болу керек, немесе республикалық мекеме, немесе қалалық мекеме болу керек. Бұл жерде де тек персонал мен административный персоналдар жатпайды. Сонымен қатар жаңағы жаттықтырушы, тренер, спортшы, мұғалімдер. Жаңа мемлекеттік спорт школдары бар ғой, олимпийский жаңағы резервте тұрғандар, сол жердегі мұғалімдер, жаттықтырушылар, жаңа спортшылар, параолимпийских деп атады, сол жердің спортшылары, мұғалімдер, жаттықтырушылары, вот сол кісілер қатыса алады. Міне осы список бойынша, мына жерден орысша сіздерге қарасақ. Енді коммуналды өнеркәсіп қызметкерлері. Коммуналды өнеркәсіп қызметкерлері, яғни мына жерге келетін болсақ, міне сотрудники коммунальных предприятий, город Нұрсұлтан, коммунальные государственные учреждения, государственные коммунальные казенные предприятия, государственные коммунальные предприятия на праве хозяйства введения. Если АОТ ООО болса, оның 100% участие государственный болу керек. Ары қаратай бақ өкілдері, бұқаралық ақпарат қызметкері, тележурналистер, режиссерлар, операторлар, жаңағы СММщиктер, яғни журналистер тоже мемлекеттік мекемеде, республикалық мекемеде, немесе қалалық мекемеде жұмыс жасайтындар. Сонымен қатар ғылыми университет және ғылыми зерттеу институттарының оқытушылары, қызметкерлері. Яғни ол да мемлекеттік болу керек. Жоғары оқу орында, жаңында ғылыми университеттер, ол жерінде мекемелері мемлекеттік, қалалық немесе республикалық болу керек. Ол жерде де тех персонал мен жаңағы административный отдел деп атады ғой, олар жатпайды. Тек қана сол мекеме қызметкері. Сонымен қатар әлеуметтік сала қызметкерлері. Міне осы салада қызмет жасайтындар қатыса алады. Онан кейін мынандай бір сұрақ қойып жатады. Мен мұғаліммін, қазір декреттемін. Күйеу жаңа қатыса аламын ба деген. Өкінішке орай заемщиктің доходы міндетті түрде болу керек. Сіз міндетті түрде жұмыс жасауыңыз керек. Соңғы 6 ай сізде пенсион отчисление болу керек. Енді доход жағына келетін болсақ, мысалы 13 миллионның пәтерін алатын болсаңыздар, максималны жаңа 25 жылға дейін ғой. Мына жерде сізге пример көрсетейін, 19 жылға займ рәсімдеп жатсыздар. 13 миллионның 10% ол 1 миллион 300 мың теңге. 5%бен аласыз, яғни бұл жерде алдын ала займ деген займмен рәсімдейсіздер. Дәл менің осы YouTube каналымда займ түрлері деген видео бар. Алдын ала займы, аралық займы, тұрғын үй займы, олардың айырмашылықтары, артықшылықтары жайында айтқан болдым. Сол видеоны міндетті түрде көріп шығыңыздар. Дәл мына займ алдын ала займмен рәсімделеді. Өйткені сізде 10% алғашқы жарна. 1 300 000 ғана салдыңыз. Доход көрсетесіз, 5%бен аласыз бірақ. Бірінші 8 жыл бойы 101 мың теңгеден төлейсіз. 5%бен, өнен кейін 11 жыл бойы 52 720 теңгеден төлейсіз. Яғни 8 жылдан кейін сіз тұрғын үй займына өтесіз, ол кезде процентный ставка 3-7 болады. Міне. 19 жылда примерно переплата 6 миллион 475 мың теңгені құрайтын болады. Бұл примерно переплата. Көрдіңіздер да? Енді расход әр адам басына 15 МРП-ден. Яғни Нұрсұлтан қаласында болғандықтан өмір сүру үшін керекті ақша ай сайынғы 15 МРП. Ол 43 755 теңгені құрайды. 15 МРП. Әр адам мүшесіне басына, я? Өнен кейін сіздердің доходтарыңыз жетпей жатса, 2 адамды заемщик ретінде тарта аласыздар. Ары қаратай бірінші, екінші нарықтан үй таңдауға мүмкіндік бар. Бірінші нарықтан салынған үйлер болса, яғни новый үйлер дейді, бірінші нарық. Ол салынып біткен үй болу керек. Екінші нарықтағы үйлер болса, қолданыстағы үйлер. Оның жылы 1971 жылдан жоғары болу керек. Дәл менің YouTube каналымда қандай үйлерді Отбасы банк қабылдайды, сол видеоны көріп шықсаңыздар болады. Міне достар, сіздерге толыққанды Елорда жастарын айттым. Құдай қаласа, август айында старт болады. Тағы бір айта кететін жайт, әлі белгісіз, арнайы бір сайт болуы мүмкін. Елорда жастары кізі деп па, мысалы Алматы жастары сияқты. Сол сайттан өтініш бересіздер. ЭЦП кілттеріңізді міндетті түрде дайындап қойыңыздар, керек болады. Бұл жерде балдық жүйе болады. Яғни барлығы бірдей қатысып, барлығы бірдей ұтып кетпейді. Яғни балдық жүйе қандай болады? Мысалы балдық жүйе, егер полный 1 жылдық стаж жұмысыңыз болса, 5 балл беріледі екен. Егер 1 жыл жұмыс жасамасаңыз 3 балл беріледі екен. Сонан кейін жаңағы отбасы мүшелерінің біреулерінде жаңа инвалидность 1-ші, 2-ші, 3-ші группалары болса, 10 балл беріледі екен. Міне, достар. Егер сіздің зарплатаңыз отбасы мүшесіне бөлген кезде әрқайсына 133 778 теңгеден асып кетсе, өкінішке орай сіз қатыса алмайсыз. Көрдіңіздер да, достар? Міне, тақырып осы. Қазір Нұрсұлтан қаласы бойынша максимум 13 миллион беріліп жатыр. Алматы жастары да дәл осындай аз сомамен басталған болатын. Қазір Алматы жастары бойынша 18 миллион беріледі. Болашақта бұл
соманың бағасы да өсуі мүмкін. Ол әрине жергілікті әкімшілікке байланысты, солардың бюджетіне байланысты. Міне достар, тақырып ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, сұрақтарыңызды комментарияға жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, менің каналыма жазылыңыздар. Сау, саламат болыңыздар.